Жоқ, енді өз ойымды айтайын да. Құдайым ау, біріншіден өзім. Мен жауап берем ғой. Әр кезде сен енді өкпе, жоқ, мен қайдағы өкпе? Мен аман сау болам ба, құдайым ау? Есімді жиям ба, ақырындап, жаймай, әрбір дене ойын, мидың ойын, жүректің ойын, жанның ойын жиям ба, құдайым ау? Айтшы, сен білесің ғой, 95%-ға көздерім бар. Құдай аспан домалақ ғалам. Сөйтіп өзіңді жараттың ғой. Бір жылдан 13 жыл жараттың, не? Өзіңді. Соң 18%-ға құдайдық болдың. 5% бұлттылығыңды қосып дұрыс санап мен негізі, құдайым ау. Қазір мен соған жетіп тұрмын. Өзім ата салам негізі сөйтіп. Сол сен маған құлаққа сыбырладың, мен сол кезде солай қабылдадым. Ішіп жүргенде семейде сөйтіп жаза салдым. Құдай жұмыс істеді. Жындымын, жынды болдым. Қазір біраз енді уақыт енді білім береді қой, сен 95%-ға білімдік сенен тарайды, құдайым ау. Бәрі сенен тарайды 95%-ға. Бүкіл жер сен жаратқансың бүтіндей. Енді қазіргі уақытпен 95%-ға бәрі тарайды сенен. Басынан да солай. Енді тірі жанға. Тірі емес жанға да солай. Жерге де ауаға да 95% сенен бәрі тарайды. Бір сөзбен айтқанда 95% бәрі тарайды сенен. Жан да 95%-ға тарайды. Мәңгі жанды бересің 95%-ға. Мен түсіндіріп айттым ғой бұлай. Нүкте, қоқсық, нүкте емес, мен келеді. Мен. Орысша я болады. Мен. Енді тірі болып кетті ғой. Мен, домалақ, мен, мына жерде болды қой, сол сияқты. Соң құдайым ау, неме айтайын деп едім? Мен емес деймін. Сен жұмысына енді ант берем кіріспегенге. Арттан енді төледім, білмеймін. Жындыханаға орында жатып тастадым. 3 күн бе, 2 күн бе, 1 күн бе, әйтеуір жатып тастадым ғой. Орында ғой, бәрі. Сол кезде төледім ғой. Сол кезде өлтіре жаздадым мен семейде. Және. Әр кезде төлеп тұрмын ғой. Аумын. Құдайдыққа тәуба, шүкір, рахмет, аумын. Қазір жазам.